Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында балалық шақтың дәмін еске түсіретін коржиктің оңай рецептісімен бөлісемін. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен електен өткізілген ұнға разрыхлителімізді салып, араластырып бір шетке қоя тұрамыз. Келесі кезекте кез келген айранды, яғни дүкендікіде болса да жарай береді, бастысы үй температурасында болғаны дұрыс. Айранның үстіне содамызды салып, жақсылап араластырамыз, осындай реакция береді. Одан кейін шекерімізді салып, яғни қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды қосып, барлығын араластыратын боламыз. Сұйық массамызды араластырып, үстіне разрыхлителімізбен ұнымызды қосып, өте жұмсақ, қолға жапсатын қамыр илейміз. Бұл жерде қамырымыз өте жұмсақ болады, артығын қосудың қажеті жоқ, және де қамырды демалдырмай, ұнды көбірек сеуіп бірден жаямыз. Құрметті қыз-келіншектер, және де барлық құрамын төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырды орташа қалыңдықта, яғни тым жұқа болып кетпейтіндей етіп жаямыз. Мінекей осындай құралдармен тесіп шығамыз. Бұл кез келген кондитерлік магазиндерде сатылады. Дәл осындай болмаса да, мінекей осындай құралмен кессеңіздер болады. Егер де бұндай құралдарыңыз болмаса, кәдімгі шай ішетін пиаламен кессеңіздер де болады. Осылай барлығын кесіп алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште 10 минут шамасында пісіріп аламыз. Пісірмес бұрын осылай бетіне айран жақсаңыздар да болады, ол міндетті емес. Әр духовка әртүрлі болғандықтан пісу уақытысы да әртүрлі болады, сондықтан да өз духовкаңыздың градусына қараңыздар. Мінекей осымен коржиктеріміз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.